Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мынау алма ағашындағы біте зиянкесі туралы сөйлегім келіп тұр. Мынау бітенің зияны қандай зиян тигізіп тұрғанын көріп тұрсыздар. Міне құмырсқалар жүр. Бірақ бұл жерде құмырсқаларды байқайтын болсақ, бұлар құмырсқалар негізі тікелей өздері зиян тигізбейді. Жапырағын жемейді, сөлін де сормайды. Бірақ бұлар мынау бітенің бойынан бөлінген сөлді соны ұнатады бұлар. Бітенің денесінен бөлінген нәрсені тазалап отырмын. Көзіңізге көрініп тұр ма? Мына жерін көрейік, үлкейтіп көрінем екен. Фокус кетіп қалып жатыр. Бірақ сол бітенің өзі үлкен зияндықтар алып келеді. Қазір көрсетейін сіздерге. Құмырсқалар бітелерді жақсылап денесіндегі сөлді, бітенің денесін бөлінетін сөлді жақсылап тазалап жинап жатыр. Міне қандай жеткізіп жатыр көрдіңіздер, жапырағын. Яғни мына жерде биыл көптеген жапырақ, мына жерде бір 78-80% жапырақ дұрысталмаған деп айтуға болады. Яғни ол жапырақ аз болған кезде неге алып келіп соғады? Жапырақ аз болған кезде фотосинтез процесі дұрыс жүрмейді. Яғни жапырақтың бетінде жапырақ аз фотосинтез жүретін, соның есесінде органикалық заттар түзілмейді, дұрыс сабақ жуандамайды, тамыр жүйесі дұрыс өспейтін болады. Яғни сол үшін жапырақты аман сақтау түрлі зиянкестерден, аурулардан, ішінде бітеден де. Біте қараңыздар, қандай сөлін сорып, жапырақ қандай деңгейге түсіріп жіберген алма ағашында. Сол үшін жас жапырақтар неғып жүрген. Сол үшін бұлармен күресу ұсынылады. Бірақ құмырсқаның жүрі жаңа айтып өткендей қатты өзінің зияны жоқ. Бұл бітемен екеуінің байланысы болғандықтан ғана осы жерде жүр бұлар. Алдында көп рет айтқанмын, бітемен үй жағдайын қалай көресің. Сумен шашсаңыз болады, суға сусағын қосып шашсаңыз болады деген сияқты. Болмаса басқа вертимек, абалон деген сияқты инсектицидтерді акарицидті шашсаңыздар болады.